Сәлеметсіздер ме, гимназия ұстаздары мен оқушылары? Осы тоқсанымыз да өз мәресіне жетіп қалды. Сонымен үшінші тоқсанымызды қорытындылайтын болсақ, ең алдымен қысқаша түрде оқушылар мен ұстаздар арасында ең үздік топ 3 іс-шара деген сұрақ бойынша сауалнама өткізілді. Сол сауалнаманы талдайтын болсақ, осы тоқсанда болған сен үшін ең үздік топ 3 іс-шара? Осы тоқсанда болған іс-шаралардың ішінде маған ең ұнағаны тарих апталығы, кітап оқу акциясының өткен батылы және де жеңгелер сайысы. Осы үш іс-шара маған ұнаған болатын. Мен үшін топ 3 шара болған бұл махаббатыл, биология апталығы және де бүгінгі өткен гимназия аруы. Махаббатыл бикеш ұнады, одан кейін ұйымдастырылған 2 күндік жәрмеңке және де алғыс айту күніне ұйымдастырылған концерттер. Жалпы әрбір 90 сайын мектебімізде жоспарлы түрде іс-шаралар өтіп жатады. Соның ішінде маған әсер қалдырғаны тарих апталығындағы алғашқы қарсы алу сәті өте ұтымды болды. Әрбір тарихи даму кезеңдерін оқушылар кәдімгідей киініп, жаңағындай өткен біздің тарихымызды көз алдымызға елестетті десек болады. Одан кейінгі осы кешіріңіздер 90-дағы тағы да маған жақсы із қалдырған іс-шара, ол үздік оқырман іс-шарасы. Үздік оқырман іс-шарасында өзімде сол команда мүшесі болдым. Оқушылар жақсы белсенділікпен қатысты, мәнді мағыналы оқулықтармен оқығаны мені қуантты. Оқушылардың оқулыққа деген қызығушылығы мені қуантты. Жалпы осындай үздік оқырман командалық жұмысы мектебімізде ары қарай болашақта жүзеге аса берсе деген ойдамын. Келесі үшінші тағы да әсер қалдырған іс-шара, ол бізде елбасымыз наурыз айында 10 күнді әрбір күнге арнап жаңағы құндылықтарға байланысты бөліп қарастырды. Соның ішінде көрісу күні, қайырымдылық іс-шарасы өткізу күні өте ұтымды, сондай бір әсер қалдыратындай болып мектебімізде өтті. В этой четверти мне понравилось 3 мероприятия. Это проект «Читающая школа» первое, затем День благодарения, мероприятия были отлично проведены, и, конечно же, 8 марта. Үшінші орында мәнге толы болған және креативтілікпен бәрінің есінде қалған тарих апталығы. Екінші орында мектебімізде өткен барлық өнер сайыстарының ең әдемісі махаббатыл атты сыныптар арасындағы би сайысы. Бірінші орында әрине 90-ымыздың ең үздігі мағына мен маңызға толы болған мұғалімдер мен оқушылар үшін өткен кітап оқу акциясы. Ал басқа да барлық іс-шараларды біздің мектебіміздің инста парақшасынан бақылай аласыздар. Осылайша 90-ымыздың ең үздік іс-шараларын біліп, осы 3 ай ішінде болғанның бәрін есімізге түсірдік. Келесі 90-да кездескенше сау болыңыздар.